Сынаудан өткізу өнім қауіпсіздігі және бақылау пәні бойынша бүгін 7-ші сабағымыз, яғни механикалық әсерлерге сынау, механикалық сынаудың негізгі міндеттері, тозу мен үйкелуге сынау. Ең бірінші біз бұл тақырып бойынша қатты дененің қозғалысын анықтауымыз керекпіз. Қатты дененің қозғалысы екі траектория бойынша айналады. Бірінші ілгерілмелі және екінші айналмалы. Келесі, әрбір нүктенің қозғалысын қарайтын болсақ, материалдық нүкте ретінде, яғни N ретінде қарайтын болсақ, N нүктелердің жүйесіндегі масса центрінің S радиусының векторлық шамасына тең болады. Ол келесі өрнек бойынша көрсетіліп отыр. Осы тақырып бойынша біз ең негізгі мәселе күш моментін қарастыруымыз керекпіз. Күш моменті сіздердің назарларыңызда көрсетіліп отыр. Бұл күш моментінің негізгі өрнегі мұны синус альфа түрінде көрсетіліп отыр. Мынау келесі слайдта күш моментінің векторлық шамасы көрініп тұр. Яғни F1 және F2 күш бағыттарының моменттері, яғни айналмалы. Келесі, күш моментінің нүктеге қатысты жазықтықтағы моменттері көрсетіліп отыр. Яғни векторлық шамаға байланысты F және осының өрнегі көрсетіліп отыр. Яғни нүктеге қатысты күш моменті. Осыған байланысты біз қатты денелердің қозғалысын механикасын қарастыру барысында инерция моментінде қарастыруымыз маңызды. Ол дегеніміз материалдық нүктенің инерция моменті және қатты дененің инерциялық моменті. Осы екі моменттің схемасы алдарыңызда көрсетіліп отыр. Инерция моменті дегеніміз не? Айналу қозғалысындағы дененің инерция өлшемі. Бұл өлшемдер, инерция өлшемдері сіздердің алдарыңызда өрнекте көрсетіліп отыр. Яғни бірінші өрнек материалдық нүктенің инерция моменті, екінші қатты дененің инерция моменті. Яғни мынау жалпы инерция моментінің жалпы өрнегі. Келесі, инерция моменттерінің өрнектерінің жұмыс істеу принципі мына схема түрінде сіздерге көрініп отыр. Өстік, айналмалы, тікелей және жанама түрде. Енді осы инерция моментінде біз Штейнер теориясын қарастырамыз. Яғни өсінен айналмалы қозғалысы бойынша. Соның міне өрнегі көрсетіліп отыр. Бұл жерде негізгі айналмалы өсіппен радиусының арасындағы диаграмма негізгі рөлді атқарады. Немесе мұны келесі суреттен анық көрулеріңізге болады. Сонымен бірге инерция моментін қарастыру барысында біз импульс моментінде қарастыра отырғанымыз анықталады. Яғни нүктенің импульсы арқылы есептеледі. Келесі, бұл да синус альфаны қолдана отырып, яғни айналмалы бұрышты қолдана отырып, импульс моментінің негізгі өрнектері келесі слайдта сіздердің назарларыңызға ұсынылып отыр. Тақырып бойынша қолданылатын негізгі анықтамалар мен сөздіктер. Яғни ілгерілмелі қозғалыста қандай сөздер қолданылады? Масса, күш, импульс, динамиканың негізгі заңы, оны біз физика заңынан, физика пәнінен жақсы білеміз. Және айналмалы қозғалысында инерция моменті, күш моменті, импульс моменті, динамиканың негізгі заңдары. Бұл аталған анықтамалар мен теорема сіздердің алдыңғы слайдтарда көрсетілген. Міне, мына слайдта қарайтын болсаңыздар, импульстың сақталу заңы, яғни жазықтықта екі нүктенің бір-бірімен қозғалыс кезіндегі кері байланысы көрсетіліп отыр. Яғни соққыдан кейін жазықтықта өзінің бағыттың өзгермей қалай қозғалатыны көрсетіліп отыр.
келесі слайдта импульс моментінің сақталу заңы. Бұл жерде де сіздерге айналмалы қозғалыстың өрнегі және тұрақтылық жағынан және схемасы көрсетіліп отыр. Енді келесі бізде теорема осы тақырып бойынша механикалық жұмыс, яғни скалярлық шаманы қарастырамыз. Бұл жерде негізгі жазықтағы дененің қозғалысы, тыныштықтағы тұрған және белгілі бір векторлық шама күш түсірген кездегі қозғалу бағыты және жылдамдығы. Ол келесі өрнекпен анықталады. Яғни түзу сызықты қозғалыс кезінде тұрақты күш әсерімен қалай қозғалыс жасалынады. Бұл күш жұмысы, яғни сіздер физика пәнінен жақсы білулеріңіз керек. Күш жұмысы кезіндегі атқарылатын векторлық шамалардың бұрышы, яғни альфа бұрышымен анықталады. Мынау осы күш жұмысына байланысты жалпы өрнек сіздердің назарларыңызға ұсынылып отыр. Сонымен бірге график арқылы анықтамасын да жасауға болады. Бұл жерде біз жазықтықта, яғни синусоида бойынша күш векторлықтың қозғалысында көруімізге болады. Бұл енді күш моментіне байланысты көрсетіліп отыр, яғни жазықтықта денелердің қозғалысы және соған байланысты векторлық шама күш берген кезде дене қандай бұрышта қозғалатыны және соның жаңағы 90 градустағы күш арқылы қандай өрнекке тең болатыны сіздердің назарларыңызға көрсетіліп отыр. Міне бұл енді жалпы, яғни дене тұрақты болған кездегі екі жақтан қозғалыс, үстіне қозғалыс және жаймен векторлық шама берген кездегі күш моменттері қандай өрнекке ие болатыны сіздердің алдарыңызда көрсетіліп отыр. Сонымен күштердің денеге қатысты жұмысы жолға тәуелді болмаса, дененің тек қана бастапқы және соңғы орындарымен ғана анықталатын жағдайда консервативтік күштер деп аталады. Қарсы жағдайда күш диссопативтік деп аталады. Мысалы, үйкеліс күші жатады. Яғни жазықтықта дененің қозғалысы үйкеліс күші деп аталады. Консервативтік күштердің жұмысы тұйық жолда нөлге тең болады. Ол алдыңғы слайдтарды сіздерге назарларыңызға көрсеттік. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.